Бұл видео сабақта қарастырылатын тақырып симметриялық крипто жүйелер. Басқаша айтқанда, жабық кілтті крипто жүйелер. Симметриялық крипто жүйелер деп мәліметті шифрлеуге және дешифрлеуге бір кілтті қолданатын шифрлеу әдістерін айтады. Яғни, бірінші қолданушы мәтінді берілген кілтпен шифрлейді де, екінші қолданушыға жібереді. Ал ол шифр мәтінді дәл осы кілтпен дешифрлеп хабарламаны оқиды. Алгоритм кілті екі жақтан да жасырын қалу керек. Сондықтан олар алдын ала кездесіп кілт алмасу қажет. Бұл өте ыңғайлы емес. Сонда да симметриялық крипто жүйелер беріктігі тұрақты. Егер бізде кілт белгісіз болса, мәтінді ашу мүмкін емес. Қазіргі кезде симметриялық шифрлер ол ағымдық және блокты шифрлер болып табылады. Ағымдық шифрлер ол қолданылатын кілтке және ашық мәтіннің әрбір символының осы ашық мәтін ағымында орналасқан орнына байланысты өзгеретін симметриялық шифрлер. Мұнда шифрлеу ашық текстін әрбір битіне немесе байтына жүргізіледі. Бұған мысал RC4, A3, MUGI шифрлері бола алады. Ал блокты шифрлерде ақпаратты белгілі ұзындықты блоктармен бөледі және оларға раунд деп аталатын бірнеше орын ауыстыру, алмастыру циклдерін белгіленген рет бойынша қолдана отырып өңдейді. Блок өлшемдері 64 биттен 256 битке дейін өзгертіліп отырады. Мұндай принциппен жасалған шифрлер ол AES, DES, IDA, Glowfish, GOST89 шифрлері. Ағымдық шифрлер туралы айтсақ, жылжымалы регистрлер негізіндегі ағымдық шифрлер электроника пайда болғанға дейін соғыс жылдары көп қолданылған. Оларды жобалау да, іске асыру да жеңіл болған. 1965 жылы Норвегия басқармасының басты криптографы Эрнст Селмер жылжымалы регистрлер реттілігінің теориясын жасады. Кейін ақш ұлттық қауіпсіздік агенттігінің математигі Соломон Горн жылжымалы регистрлер реттілігі атты кітабын жазды. Бұл кітапқа ол өзінің және Селмердің жетістіктерін енгізген. Ағымдық шифрлеулер үшін гаммалау режимі. Суретте ағымдық шифрдің қарапайым жүзеге асырылуы берілген. Мұнда гамма генераторы кілт ағымын, яғни гамманы береді. Біз оны К деп белгілейміз. Ал ашық мәтінді М деп белгіледік. Шифр мәтінді біз осы гамма мен ашық текст биттерінің арасында XOR амалын орындау арқылы аламыз. Дешифрлеген кезде дәл осы XOR амалын гамма мен шифр мәтін арасында орындаймыз. Мәліметтерді жіберу каналдарының барлығында дерлік кедергілер болады. Мысалы, шифр мәтінді канал бойынша жібергенде оның бір символы жоғалып қалды делік. Бұл осы жоғалған символдан кейінгі келетін барлық мәтіннің қатеде шифрлеуіне әкеліп соғады. Жоғалтуларды болдырмау үшін шифрлеу мен дешифрлеуді синхрондау мәселесі шешіледі. Осы мәселені шешу әдісі бойынша крипто жүйелер синхронды және асинхронды деп бөлінеді. Синхронды ағымдық шифрлерде кілт ағымы ашық мәтін мен шифр мәтінге тәуелсіз генерацияланады. Шифрлеу кезінде кілт ағымының генераторы дешифрлеу кезіндегі кілт ағымы биттеріне сәйкес келетін биттерді шығарады. Егер бір символ жоғалса, екі генератор арасында сәйкестік жоғалады және хабарламаның қалған бөлігін дешифрлеу мүмкін болмайды. Синхронды ағымдық шифрлер қателердің таралуының эффектісінің болмауымен және кез келген басқа кірістірумен өшіруден қорғана алуымен жақсы. Бірақ та шифр мәтіннің жеке биттерінің өзгеруіне бұлар осал болып келеді. Ал асинхронды ағымдық шифрлер кілт ағымы кілт пен шифр мәтіннің символдарының
белгіленген саны функциясымен құрылады. Ашық мәтіннің әрбір биті келесі шифр мәтінге әсер еткендіктен, ашық мәтіннің статистикалық қасиеттері барлық шифр мәтінге таралады. Яғни, асинхронды ағымдық шифрлер синхронды ағымдық шифрлерге қарағанда берік бола алады. Бірақ та бұның да кемшіліктері бар. Ол қателердің таралуы және қайта жібергенді ашу. Блоктық шифрлерге келсек, қазіргі кездегі блоктық шифрлер моделі 1944 жылы Клод Шеннон ұсынған итеративті блоктық шифрлер идеясына негізделген. Бұл концепция бойынша қарапайым алмастыру және орын ауыстыру операцияларын қиыстыру арқылы қауіпсіздіктің белгілі бір деңгейіне жетуге болды. 1970 жылы IBM компаниясы SP желілеріне негізделген Люцифер шифрын жасап шығарды. Бұл шифрдің кемшіліктері көп болды. Сондай-ақ беріктігіне байланысты қауіп туды. 1973 жылы Стандарт пен технологияның ұлттық институты мәліметтерді шифрлеудің стандартын өңдеп шығаруға конкурс жариялайды. Ал 1974 жылы бұл конкурстың жеңімпазы анықталды. Ол Люцифер шифрының жақсартылған нұсқасы болған DES алгоритмі болды. Бұл алгоритм ұзақ уақыт қолданылды, бірақ мұның бір кемшілігі болды. Ол кілт өлшемінің кішкентай болуы. 1997 жылы IS-ті қабылдау бағдарламасы жүзеге асырылды. 3 этапты конкурстың жеңімпазы бельгиялықтар жасаған Angel алгоритмі болды. Блоктық шифрлер екі түрлі S және P блоктар арқылы жүзеге асырылады. P блоктар ол орын ауыстыру шифрлері, ал S блоктар алмастыру шифрлері. Орын ауыстыру шифрлерінде біз ашық мәтін элементтерін жаңа басқа ретпен бере аламыз. Ал алмастыру шифрлерінде оны нақты бір ереже бойынша ашық мәтін элементтерін басқа элементтермен алмастырамыз. Қазіргі кезде криптожүйелер екі әдісті қатар қолданады. Олар аралас деп аталады. Олар тек алмастыру немесе орын ауыстыруды қолданған шифрлерге қарағанда берік болады. Енді асимметриялық криптожүйелермен салыстыра кетейік. Артықшылықтарына тоқталсақ, бірінші жылдамдығы. Applied криптография бойынша симметриялық криптожүйелер асимметриялық криптожүйелерге қарағанда 3 есе жылдам. Келесі ол қарапайым операцияларды қолданғандықтан оның жүзеге асырылуының жеңіл болуы. Үшіншісі, салыстырылатын беріктік үшін қажетті кілттің аз өлшемді болуы. Және соңғысы зерделенгендік. Яғни асимметриялық шифрлерге қарағанда олар ерте пайда болған және көбірек оқылған, зерттелген болып келеді. Сондай-ақ оның кемшіліктері де бар. Ол үлкен желілерде кілттерді басқару күрделілігі және кілт алмасу мәселесі. Симметриялық шифрлеудің кемшіліктерін өтеу үшін қазіргі кезде аралас криптографиялық сұлба қолданылады. Онда симметриялық шифрлеуде мәліметтерді алмасуға қолданылатын кілт асимметриялық криптография көмегімен жіберіледі. Симметриялық шифрлердің маңызды қасиеті ол кілт екі жаққа да белгілі болғандықтан оларды авторлықты растауға қолдану мүмкін еместігі. Осымен видео сабақ аяқталды. Назарларыңызға көп рахмет.